Сәлеметсіңдер ме, білім алушылар? Дене тәрбиесі пәнінің оқытушысы Адибеков Ақжол Кәрімжанович. Жеңіл атлетика тарауы. Тақырып: қысқа қашықтыққа жүгіру техникасы. Сабақтың мақсаты: қысқа қашықтыққа жүгірудің техникасын, тактикасын, әдістерін білім алушыларға түсіндіру. Бірінші, денені қыздыру үшін жеңіл жүгіріспен жүгіреміз. Екінші, жалпы дамыту жаттығуларын жасаймыз. Үшінші, қысқа қашықтыққа жүгіру техникасын үйренеміз. Сөре сызығына келеміз. Сол аяқты сөре сызығына қоямыз. Оң аяқты жерге толық тигіземіз. Оң аяқтың тізесі мен сол аяқтың өкшесіне өзіңнің жұдырығың сиятындай қашықтықта болу керек. Дайындалған кезде екі қолды өзінің ыңғайына байланысты қояды. Ол әр адамның ыңғайы бір адамға осылай ыңғайлы болуы мүмкін. Бір адамдарға осылай, кейбір адамдарға былай ыңғайлы болуы мүмкін. Әр түрлі тәсілдері бар қол қоюдың. Енді оқытушының белгісі бойынша әр оқушы жүгіретін қысқа қашықтыққа оқытушыға қарап тұрып, ол мейлі 30 метр қашықтыққа жүгіру, 60 не болмаса 100 метрге жүгіретін оқушылар мәреде тұрған оқытушыға қарап, сол оқытушының белгісін күтеді. Яғни 3 белгі оқытушының білім алушыларға беретін белгісі: қысқа қашықтыққа жүгіру. Сөреге дайындал, жүгір. Жалпы дамыту жаттығулары. Үй тапсырмасы: үйде жалпы дамыту жаттығуларын жасау, таңертеңгі жаттығуларды жасау және бүгінгі өтілген тарауымыз жеңіл атлетика. Ішінде тақырыбымыз қысқа қашықтыққа жүгіру. Осы тақырыпты қайталау. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.